That's my best friend. That's my best friend. Достар, сәлем барлықтарына. Бүгінгі видеода тренировканы күнде жасауға бола ма деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Менің жауабым иә, болады. Бірақ бірнеше жағдайларға мән беру керек. Мен қандай жағдайда тренировканы күнде жасауға болады және болмайтынын айтып өтейін. Бірінші, егер де дүйсенбі күні сендер бір бұлшық етті жаттықтырсаңдар, мысалы кеуде бұлшық етін алайық, осы кеуде бұлшық етін жаттықтырып, келесі күні сейсенбі күні сендер басқа келесі бұлшық етті жаттықтырсаңдар, мысалы арқаны алайық, ал үшінші күні сендер аяқ бұлшық еттерін жаттықтырсаңдар, онда күнде жаттығуға болады деген сөз. Екінші, достар, айтып өтейін, ал егер сендер күнде бір жаттығуды жасай берсеңдер, мысалы алсақ турник пен брусьяны күнде ұра берсеңдер, жасай берсеңдер, былай айтқанда ешқандай нәтиже болмайды ондайда. Үшінші, достар, айтып өтіп кетейін, егер де сендер күнде 10 ай ғана тренировка жасасаңдар, мысалы турникте бір 5-6 рет қана жасасаңдар, одан кейін келіп приседанияны бірнеше рет жасасаңдар, брусьяны бірнеше рет жасасаңдар, кішкене ғана жүгірсеңдер, онда тренировканы күнде жасауға болады. Ондайларды бізде физкультурник деп атайды. Одан кейін, достар, егер де сендер новичок болсаңдар, денелерін әлі дұрыс қатаймаған болса, онда күнде тренировка жасаудың керегі жоқ. Аптасына 1-2 рет қана тренировка жасасаңдар, сол жақсы болады. Сосын, достар, егер де тренировкадан кейін денелерін ауырып жүрсе, мысалы кеше тренировка жасадыңдар, бүгін демалдыңдар, ертең тағы тренировка жасау керек, бірақ та сендердің денелерін әлі алдыңғы кешегі тренировкадан кейін ауырып тұрса, онда тренировканы жасауға керегі жоқ. Өйткені дене 100% толық восстановление болу керек. 100% дененің ауырғаны кету керек. Сонда ғана тренировканы жасаған дұрыс. Сол дененің ауырғаны кету үшін, толыққанды 100% восстановление болу үшін дұрыс ұйықтау керек, 8 сағаттан кем емес, дұрыс тамақ ішу керек. Ол белок, ақуыз, көмірсу, сондай жұмыртқа, ет дегендей, ірімшік, сондай белок нелері, ақуыздары бар тамақтарды, көмірсулары бар тамақтарды, витаминдер әртүрлі ішу керек. Осымен видео соңына жетті. Сендерге дұрыс түсіндірдім деп ойлаймын. Егер де тағы да сұрақтарың болса, комментарияға жазыңдар, сонда жауап беруге тырысамын. Одан кейін сендер аптасында қанша рет тренировка жасайсыңдар, соны да астына жазыңдар. Ал сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.